Ассалаумағалейкум ағай. Бұл екінші сөз. Мен Қабдеш Жұмаділовтің кітабындағы жан мен тән әңгімесін таңдағанмын. Сол туралы талқылайтын боламын. Енді сол әңгімедегі басты кейіпкерлер бұл Ғабдулмәлік, 70 жастағы денсаулығы мықты бай миллионер екен. Және бірінші әйелі бәйбіше, екінші әйелі Ғайни Камал. Бірінші әйелі қайтыс болғаннан кейін екінші әйелді алады. Сол Ғайни Камал өзіне 30 жасқа кіші сұлу әйел екен. Сол оқиға сосын дейтін тағы Баубек дейтін руласы бар. Өзі де сол қалай айтатын еді, жас сұлу әдемі жігіт. Сол Ғабдулмәліктің жақыны болып табылады. Кейіпкерлер солар. Енді идеясын айтқым келеді. Басты идеясы. Мен ойымша мұнда бірнеше идея бар. Сол біріншісін айтайын. Оқиға қалай болады? Оқиғада, осы әңгімеде Ғабдулмәлік оны біреу атып өлтіреді. Ғабдулмәлік қайтыс болғаннан кейін оның жаны тәннен бөліктеніп, бәрін бақылап жүреді. Сол қайтыс болғаннан кейін енді тәнін туыстарына берген. Сол туыстары енді жиналып жерлеуді, ертеңгі күнді қалай өткізетін, қалай жерлеуді өткізетін, соны ойласып талқылаған. Сосын идеясы, сол бәрі тарағаннан кейін енді кішкене есіп қалдым. Ғабдулмәлік өз әйелін Ғайни Камалды жақсы көрген. Сол қонақта бәрі тарағаннан кейін енді туысқандар Ғайни Камал мен Ғабдулмәлік өздері қалып жансая қызайын. Сол Ғабдулмәлік Ғайни Камалдың қасында жүрген екен. Сол бір кезде телефон телефон шырылдайды Ғайни Камалға. Сол Ғайни Камал сол телефонды көтеріп, сол жақтан диалог сөйлесе бастайды. Сол сөйлескенде ана жақтағы адам Баубек екен. Баубек ол Ғабдулмәліктің туысқаны, жақыны. Оған дейтін Ғабдулмәлік сеніп жүрген, оған дейтін барлық қандай тапсырмаларды беріп, Ғабдулмәлік үшін ол сенімді адам болған. Бірақ Баубек пен Ғайни Камалдың арасындағы диалог барысында олар екеуі Ғабдулмәлікті алдап кездесіп жүрген белгілі болады. Яғни Ғайни Камал мен Баубек екеуі бір-бірін жақсы көретін болатын. Ғабдулмәліктің атында алдап жүрген екен. Және де сол Ғабдулмәліктің өлімін Баубек құрастырған екен. Ол да сол.
Ә, сол енді ғабдылмәлік көңілі қалып, сол жерді білгеннен кейін көңілі қалды. Енді сол 7 күн, сол алданғаннан кейін 7 күн жерде қалып, сосын 7 күннен кейін енді Құдайдың алдына барады. Сол Ғабдылмәліктің күнәсі мен сауабын таразыға салып өлшейді. Сол кезде енді күнәсі басымдау болды. Яғни оның жасаған жаман қылықтары көбірек басым болған. Ол деген ол адамдарды алдаған, артық дәулет жинаған, халықтың қазынасына қол салған, адам жолмен байыған екен. Ғұшы зекет төлемеген, садақа бермеген, соның бәрі анықталады, көрінеді. Сол деген тозаққа баратын, соның барлығына қарап енді тозаққа баратын жер екен. Бірақ бір нәрсе оны, Ғабдылмәлікті бір-ақ нәрсе құтқарып қалды. Ол дейтін адам қолынан өлген, адам қолынан қаза тапқаны, шәйіт кеткен, және де алаяқ ағайын мен опасыз әйелдің алдауына түскені. Сол ұлы жаратушымыз аса әділ де қайырымды ғой. Ғабдылмәліктің кейбір пенделік күнәларын кешіріп, оны бірден тозаққа салмай, тозақ пен бейіштің арасындағы бейтарап мекеннен орын беріпті. Енді не туралы болған айтып бергенмін, былай қысқаша өзімнің сөздеріммен. Соның идеясын айтайын. Мен осы жерде бірнеше идея таптым деп айттым. Сол біріншісі, адам не жасайды, соның барлығы өзіне бумеранг сияқты өзіне қайтып келеді. Яғни Ғабдылмәлік ол дейтін алдаған, ұрлаған деген, қалай адам жолмен байыған, соған ол дейтін өзіндікін енді алған, өзіне лайықтысын алған. Сол енді екінші тағы бір идея мен байқаған, бұл жау деген алыста жүрмейді, жау дейтін дәл қасында болады деген ой. Осы әңгімеде ол бұлай дәл көрсетілген. Яғни жаудың өздері Ғабдылмәлікті өлтірген. Оның дейтін қалай доверенный Баубекке ол сенімді болған, оған баладай сеніп жүрген, оған барлығын сеніп оған, бірақ ақырында сол Баубек деген оны Ғабдылмәлікті өлтірген екен. Жаудың өзі күтпес жерден шыққан екен. Сол екіншіде енді идеяларды айтып болдым. Сол
Енді осы жердегі көрсетілген салт дәстүр, мен байқаған салт дәстүр, бұл адамның өлімі қайтыс болғаннан кейінгі жасалатын енді салт дәстүр. Бұл адам қайтыс болғаннан кейін салт дәстүр бойынша ол бір күн өз үйінде қонады, өз үйінде қондырады. Сосын келесі күні оны жерлейді. Соған қонақ шақырып, қонақ емес, туысқандарды шақырып, барлық қонақасы беріледі. Сол салт дәстүрдің соны байқаған. Енді осы кітапты оқығаннан кейін менің алған әсерім, бұл кітап, осы әңгіме деген. Осы әңгіме бұлай қызықты, өзіме қызықты деп, өзіме ұнаған осы әңгіме. Бір өзіме деген жаңа сөздер, жаңа дейтін ұғымдар таптым. Мысалы, жан мен тән, бұлай дегенде жан мен тән түсінігін білдім. Жан деген ол жан деген бұл мен, ал менікі бұл тән деген сияқты. Мына жерде бір аты бөлік бар. Дәрігерлер адам өліміне акті жасап, ажалға себеп болған оқтардың тәнге қаншалық дарығанын көрсету үшін өлі денені оңды солды кескіледі. Тәнге бәрібір сияқты, бұл қайтпейді. Сонда өмірде тәннің тым сезімтал болуы, бір жерде тіккен кірсе де ауысынып ойбай салатыны жанның арқасы екен ғой. Яғни тәнге бәрібір, тән дейтін білмейді, ал соның бәрін сезетін жан болатын. Тәннің ішіндегі жан. Сол. Осы әңгіме ұнаған. Өзіме осы әңгімені басқаларға, туысқандарыма, достарыма оқуға рекомендация беретін себебім, осы әңгіме онша үлкен емес, және мұнда көптеген андай пайдалы информациясы бар.